сәлеметсіздер ме? Бүгін 12 түрік мемлекеттер туралы ауызбаша айтып кетейін. Біріншісі ол бірінші түрік қағанаты. Ол 552 жылы Бұлмұн қағанның басшылығымен құрылды. Оның аумағы Алтайдан Орталық Азияға дейін, Жетісуға дейін жетті. Бұл қағанат түркі тайпаларын алғаш рет бір ірі саяси жүйеге біріктірген маңызды мемлекет болды. Мұқан мен Іштемей сияқты қағандар дәуіріндегі қағанат өз әсерін кеңейтіп, жібек жолындағы саудаға бақылау орнатты. Византия мен Қытаймен дипломатиялық байланыстар орнады. Әлеуметтік жағынан қағандық иерархия, қаған, шат, жабғы, елтебер сияқты лауазымдар, тайпалық будындар қалыптасты. Экономика негізінен көшпелі мал шаруашылығы мен транзит саудаға сүйенді. 603 жылы іштаршылықтар нәтижесінде қағанат шығыс пен батыс түрік қағанаттарына бөлініп, аймақтық дербестік күшейді. Бұдан кейінгі Орхон Енесей жазбалары түркі халықтарын тарихи мен дүниетаныммен сақтаған басты көз болды. Қысқаша айтқанда, бірінші түрік қағанаты түрік этногенезі мен көшпелі мемлекет институттарының іргетасын қалаған тарихи кезең. Келесі екі мемлекет, олар шығыс және батыс түрік қағанаттары. 603 жылы бірінші түрік қағанаты бөлініп, шығыс пен батыс қағанаттар пайда болды. Шығыс түріктің орталығы Орхон аңғары, мұнда билге және күлтегін сияқты тұлғалар мемлекет институттарының жазба және эпос дәстүрін нығайтты. Бұл кезеңде Орхон жазулары пайда болды. Тарих пен идеология сақталды. Батыс түрік қағанаты Сояб пен Жетісу аймағында ықпал жасады. Ол орталық Қазақстан мен Жетісудағы тайпалық одақтары басқарды. Он оқ-будын тәрізді ұйымдар арқылы тәртіп орнатты. Екі қағанатта Қытай, Тан мен бас көршілермен соғыс пен дипломатия жүргізіп, жібек жолы арқылы экономикалық пайда тауып отырды. Бөліну тайпаларға дербестік беріп, жергілікті элиталардың көтерілуіне жол ашты. Бұл келесі ғасырларда Түргеш, Қарлұқ сияқты жаңа мемлекеттердің туындауына әсер етті. Осылайша шығыс пен батыс қағанаттары түркілердің мәдени және саяси дамуының екі параллель траекториясын қалыптастырды. Келесі мемлекет Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 714 пен 756 жылдардың арасында өмір сүрді. Түргештер Жетісу, Іле мен Талас өңірінде ықпалды мемлекет құрды. Олардың пайда болуы 7-8 арасындағы ғасырдағы саяси ауыс түйістік көрсетеді. Түргештер Қытайға Тан династиясына қарсы әскери әрекеттер жасап, аймақтық тайпалар арасында маңызды рөл ойғырды. Түргештер ішкі сыртқы саясатында тайпалық одақтарына қолданды. Сары және қара түргеш деп бөлініп, билікке талас жиі болды. Олар жібек жолы бойындағы сауданы бақылап, мақалалық бекеттер мен ордаларды қолдады. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығының ұтымды синтезін сақтады. Бірақ ішкі тартыстар мен сыртқы қысымдар, әсіресе қарлықтардың көтерілуі түргештік биліктің әлсіреуіне әкелді. Түргештердің тарихи рөлі Жетісу аймағында мемлекеттілік дәстүрін сақтау және Қытаймен күрестегі түркі бірлігін көрсету. Келесі төртінші мемлекет, ол Қарлұқ қағанаты. Қарлұқтар 8 ғасырда түргештердің орнын басып, Баласағұн мен Шу Жетісуды өз билігін орталығында айналдырды. Олар тайпалық конгломерат ретінде қалыптасып, сауда жолдары мен қала орындарды әсер етіп, араб пен парсы ықпалынан бастап, исламның алғашқы элементтерін қабылдады. Солайша Қарлұқтар саманилермен және басқа күштермен шиеленістерге түсті. Сонымен қатар
9-10 ғасырдағы арасындағы ғасырдың ғасырларда олардың саяси рөлі жетісуда өте маңызды болды. Ішкі тайпалық бәсекелестік пен сыртқы қысымдар, мысалы Қарахан самониттер деген мемлекеттер мен олардың әлсіреуіне әкеліп, 10 ғасырдың аяғында басқа орталықтарға орын берді. Солайша қысқа айтқанда, қарлықтардың маңызды үлесі жергілікті мемлекеттік институттардың қалыптасуы мен қарахандықтар кезеңіне өтуге алғышарт жасауы. Сосын 5-ші мемлекет ол оғыздар мемлекеті. Олар 9-шы және 11-ші ғасырлардың арасында қалыптасты, өмір сүрді. Солайша оғыздар көшпелі әрі әскери қабілетті жоғары тайпалар одағы басып қыда жетісуда шоғырланды. Кейін Сырдария бойына ығысты. Олар тайпалық одақ ретінде оңтүстік, шығыс, Орта Азияда белсенді рөл атқарды. Соғыстарда, саудада және көшпелі саясатта. Махмұд Қашқари сияқты дерек көздері арқылы оғыздар туралы тілдік және этнографиялық мәліметтер сақталған. Оғыздардың бір бөлігі кейінгі селжүктар, түрікмен топтары мен басқа түркі қауымдастықтарының түпкі легін қалады. Оғыздардың миграциялары мен әскери іс-әрекеттері аймақтың этникалық картасын өзгертті. Кей рулық топтар батысқа, енді бір бөлігі басқа аймақтарға тарады. Оғыздардың кей рулық топтардың батысқа, енді бір бөлігі басқа аймақтарға тарады. Оғыздардың тарихи маңызы ол Орталық Азиядағы тайпалық саяси динамиканы қалыптастыру және кейінгі түркалық мемлекеттердің әлеуметтік негізін құру. Сонымен қарай, 6-шы түрік мемлекеті ол Ұйғыр қағанаты. Олар 745 жылы мен 840 жылдардың арасында өмір сүрді. Ұйғырлардың жер аумағы Архон маңы ұйғырлардың кейінгі орталықтарды Алтай жаққа немесе басқа өңірлерге көшкен. Олар Архон аңғары мен Алтай өңірінде күшті бір қағанат құрды. 745 жылы олар билікке келіп, қысқа уақытта үлкен мемлекет деңгейіне дейін өсті. Ұйғыр дәуірінде буддизм, манихейлік дәстүрлері белсенді түрде тарады және мәдени-рухани өзгерістер байқалды. Мысалы, қала мәдениеті мен жазба дәстүрі дамыды. Архон енесе жазбалары мен археологиялық ескерткіштер осы дәуірдің материалдық және рухани қабатын бояндады. 840 жылы қырғыздардың шабуылы ұйғыр мемлекеттің құлауына рухани қабатын баяндады. 840 жылы қырғыздардың шабуылы ұйғыр мемлекеттің құлауына әкелді. Көптеген ұйғыр топтарды басқа аймақтарға көшті. Бірақ олардың мәдени мұрасы сақталып, кейінгі түркі өркениетіне әсер етті. Ұйғыр қағанаты түркі әлемінің мәдени және діни әртүрлілігін көрсететін маңызды тарихи кезең, бір мемлекет. Солай келесі мемлекет ол Қарахан мемлекеті. Олар
олардың өмір сүруінің уақыты 10-шы және 12-ші ғасырлардың арасы. Қарахандықтар бір түркі мұсылман дәуірінің ірі мемлекеті. Олардың соты Баласұғаннан басталып Қашқар мен Мәуереннахр дейінгі аумақтарды қамтыды. Олардың жер аумағы Жетісу және Шығыс Түркістан. Сосын 10-11 ғасырлардың кезеңінде аумағы батысқа қарай кеңіп, Мәуереннахр аймағына дейін жетті. Қазіргі оңтүстік Қазақстан, Қырғызстан таулы аймақтары. Солай Сатық Бұғра Ризаның исламды қабылдауы және Мұса Бұғра кезеңде исламның мемлекеттік статусына ие болуы. Қарахан тарихындағы шешуші оқиғалар. Олар ислам қабылдаған түркі мемлекеттерінің ең біріншісі. Солай Қарахандықтар Бұхара мен Самарқанға жорық жасап, қалаларға ықпал етті. 11 ғасыр ортада мемлекет шығыс пен батыс бөлімдерге бөлінді. Бұл ішкі саяси тұрақсыздыққа әкелді. 12 ғасырдың ортасында Қара Қытайлардың қысымымен Қарахандықтар өкілеттігі әлсіреді. Сосын Қарахан мемлекетінің кейінгі маңызды нәтижелер: түркі әлеміне ислам кеңінен енгізу, қалалық мәдениеттің дамуы және Орта Азиядағы қоғамдық феодалдық қатынастардың қалыптасуы. Сосын 8-ші бір мемлекет ол Қара Қытайлар. Қара Қытайлар 12-ші ғасырдың ішінде өмір сүрді. Қара Қытайлар Қиданнан шыққан және 1120 және 1153 жылдардың арасындағы шамасында Орта Азияға келген күшті сыртқы күш. Елу Дашуй бастаған қидандар Семирече мен Шығыс Түркістанға дейін кеңейіп, жергілікті қарахандықтар мен басқа хандарға қысым жасады. Қара Қытайлардың әскери ұйымы көшпелі мен қытайша әкімшілік элементтерін біріктірді. Олардың келуі Орта Азияда уақытша саяси өзгерістер туғызды. Кей аймақтар вассалдыққа өтті. Кейбір хандар билігін жойды. Қара Қытай мен Хорезм селжұқтар арасындағы қақтығыстар аймақтың және геосаяси тәртібін қалыптастырды. Қара Қытайдың рөлі сырттан кірген күштің Орта Азияға әсерін көрсету, аймақтың саяси тепе-теңдігін өзгерту. Сосын келесі бір мемлекет ол Қимақ қағанаты. Қимақтар 9-11 ғасырларда солтүстік, шығыс және орталық Қазақстан аймақтарында ықпалды болған ірі тайпалық бір мемлекет. Олар бір тұтас қала астанасы болмағанымен, Ертіс пен Тобыл бойындағы орда қоныстарымен Имақия деп аталатын аймақты өз бақылауына алды. Қимақ бірлестігі бірнеше тайпадан құралған. Қимақ тағы басқалар рулық топтар конгломерациясы ретінде сипатталады. Олардың этногенездік құрылымы мен тілдік қатынастары туралы көптеген деректер ғылыми әдебиетте талқыланады. Саяси тұрғыдан Қимақтар батыс түрік қағанатының әлсіреуінен кейін аймақтағы билікті нығайтып, сауда жолдарын, керуен өткелдерін және жайылымдарды бақылады. Олардың экономикасы негізінен мал шаруашылығына сүйеніп, транзит саудадан да табыс тапты. Ертіс алқабы бойындағы бекеттер сауда және қол жеткізу орталықтары
рөлін атқарды. Сосын 9-11 ғасырлардың арасында қимақтар мен көрші халықтар, қыпшақтар, печенегтер, хазар және әрі қарайғы түркі топтар арасында одақ пен қақтығыстар жиі болған. Әсіресе 11 ғасыр соңында қыпшақтардың көтерілуі қимақтардың саяси рөлін өзгертуге мәжбүр етті. Бір бөлігі Қыпшақ бірлестігіне сіңіп, кейбір топтарын басқа бағыттарға ығысты. Солай қимақтардың тарихи маңызы Қазақстанның солтүстік орталық аймағында орта ғасырлық мемлекеттік дәстүрлерді сақтау, этногенезге ықпал ету және көшпелі және байланыстарын қамтамасыз ету арқылы кейінгі қыпшақтық әрі қазақ дәуірлерінің құрылуына негіз қаланды. Солай келесі мемлекет Қыпшақ, Дешті Қыпшақ хандығы. Қыпшақтар 11-12 ғасырларда Еуразияның алып даласын бақылаған ірі көшпелі күш. Олардың ареалы Балқаштан Еділге дейінгі кеңістікке созылып, Дешті Қыпшақ деп аталған дала жүйесін құрды. Қыпшақтарда тұрақты қала астанасы болмаған, яғни басты орталық үлкен көшпелі орда мен уақытша бекіністер, ал Жент, Яңгикент секілді қалалармен экономикалық байланысты сақтады. Қыпшақтардың құрылымы туысқандар мен ру басыларының әскери және саяси одақтары. Қажет кезде олар біріккен күш көрсетіп, ірі конфедерацияға айналады. Олардың әскери күші жылдам әрі ұтқыр жеңіл кіндік атты әскер сол дәуірдің әскери тактикасын айқындады. 11 ғасыр ішінде Қыпшақтар қимақтың орнын басып, далада үстемдікке келгеннен кейін Хорезм, селжұқтар және Поволжье мемлекеттерімен қарым-қатынасты күшейтті. Сауда, соғыс және дипломатия арқылы өз ықпалын кеңейтті. 1133 жылы Хорезм шахы атсыздың Жентке жасаған жоғарғы Қыпшақтарға ауыр соққы болып, олардың бір бөлігін саяси мәртебесі төмендеді. Сонымен қатар ішкі әулеттік таластар мен сыртқы қысымдар Қыпшақ бірлігін тұрақтылығына әсер етті. 13 ғасырда басындағы моңғол жорықтары Қыпшақтардың да жағдайын түбегейлі өзгертті. Қыпшақтардың тарихи маңызы Еуразияның далалық кеңістігін басқарудағы жетекші рөл, транзит, сауда мен әскери дипломатиялық тәжірибені қалыптастыру және кейінгі этникалық топтар қазақ, ноғай, башқұрт және тағы басқа халықтардың этногенезінде іргелі элементтер беруінде. Сосын Хазар мемлекеті, Хазар қағанаты. Хазар қағанаты 3-10 ғасырларда Волга, Итиль төменгі ағысы мен Каспий маңы, солтүстік Кавказ және Қара теңіз маңын бақылған бір ірі мемлекет. Итиль олардың басты әкімшілік сауда орталығы болды. Хазария транзиттік сауданың маңызды торабы ретінде шығыс пен батыс арасында тауарлар, әсіресе жүн, мал, құнды тас металдар және тұз сияқты тауарлар арқылы пайда тапты. Хазарлар политикалық икемділікпен ерекшеленеді. Олар Византиямен одақ құрып, араб халифатымен қарсыластықты немесе келісімді ұстады. Әрі славяндар мен түркі тайпалармен арадағы қатынастарды бейімдеп отырды. Бір қызығы, кей деректер бойынша Хазар элитасының бір бөлігі иудаизмді қабылдаған. Бұл елдің діни бейнесін бірге етті және сыртқы саясатқа ықпал етті. Сосын 8-9 ғасырларда Хазарлар өз ықпалын нығайтқанымен 9-10 ғасырларда шығыс
славяндардың өсуі, печенектер мен басқа көшпелілердің қысымдары және ішкі қиындықтары олардың билігін әлсіретті. 10 ғасырдың соңында Хазария саяси бірлігін жоғалтты. Хазар мемлекетінің тарихи маңызы: Еділ Каспий кеңістігіндегі сауда-дипломатиялық көпір ретіндегі рөлі шығыс пен батыс арасында және экономикалық байланыстарды ұйымдастыруы және Евразия сауда желілерінің қалыптасуына әсері. Сонымен соңғы мемлекет Найман, Керей, Меркіт және басқа ұлыстар. Найман, Керей, Меркіт сияқты ұлыстар 11-12 ғасырларда Моңғол даласының шығыс орталық аймақтарында Алтай, қазіргі Монғолияның орталығы және оған шектес өңірлерде орналасқан. Олар тұрақты отырықшы мемлекет емес, бірақ ұлыстық конфедерация тәрізді ұйымдасқан, өз ішінде бірнеше тайпадан құрылған саяси бірліктер болды. Наймандар мысалы, әдетте бірнеше рудың біріккен одағы ретінде сипатталады. 7 ғасырда Керей-Найман ықпалы аймақтың деңгейге көтерілгені белгілі. Олардың көшпелі мал шаруашылығы мен жайылымға негізделген саяси күштері әскери организациялық қабілетке тәуелді болды. Тайпалар арасында одақтар мен қақтығыстар көбіне жаулаушылық пен көшіп қону мәселелерінің байланысты өрбіді. Бұл ұлыстар Шыңғысханға дейінгі Моңғол саяси картасының негізі құрамдас бөлігі болды. Олар бір-бірімен одақтасып, кейде қақтығысып, бүкіл аймақтың билік динамикасын қалыптастырды. 8 ғасырдың басындағы Моңғол жорықтары нәтижесінде көп ұлттық көптекті Найман, Керей, Меркіт топтары бағындарылды немесе моңғолдық құрылымдарға біріктірілді. Кейбір топтар батысқа ығысып, Қазақстан мен Орта Азияға кіріп, жергілікті халықтармен араласты. Осының әсерінің олардың генетикалық және мәдени іздері қазіргі қазақ, қырғыз, өзбек және басқа Орта Азиялық халықтардың қалыптасуына қосылды. Найман, Керей, Меркіттердің тарихи маңызы: Моңғол империясына дейінгі этно-политикалық негіздерді қалыптастыру және Қазақстан бағытталған миграциялар арқылы аймақтың демографиялық мәдени құрылымын өзгерту. Сонымен ауызбіршілік тапсырманы бітіріп болдым. Сау болыңыз.